Міне біздер демалыс аталып денсаулық. денсаулық. Иә, денсаулық деген санаторийде жүрміз. Сондай керемет таза ауа. Мынау раушан гүлдер, мінекей керемет. Мына жерде міне груша, алмұрт ағашы бар екен мінекей. Самысың. Жаңадан. Анеққа барасыздар. Анау біздің демалыс орнымыз. Анекей. Жерде мынандай іздер жатады. Мынау қызыл із бұл емделуге баратын жердікі. Сары фитнестікі. Ақ столовыйдікі деген сияқты. Мінекей қараңыздар. Сондай тамаша. Тек ешқандай ем алмай-ақ бұл жердің табиғатының өзі, ауасының өзі жұмсақ. Мынау велосипедтерді прокатқа беретін жер, бильярд, настольный теннис, PlayStation, дискотека деген сияқты. Бұның ішінде бассейн бар, және фитнес бар. Міне мынау сол демалыс па, қалай санаторийдің аты? Денсаулық санаторийінің айналасындағы керемет табиғат. Таудың ортасында орналасқан. Мынау саты мінекей. Жоғары қарай көтерілеміз, төмен түсеміз. Осыменен. Таудың қойнауы. Керемет. Әрден түсір. Ана жерде ағып жатқан көл бар. Сарқырама. Таудың басынан ағып жатқан өзен. Өзен. Көл деген ол бір жерде тұрады. Ал өзен сарқырап ағады. Ыбырай Алтынсариннің өлеңін естеріңізде ме? Таулардан өзен ағады сарқыраған, айнадай сәулелері жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта деген. Раушан гүлдер. Яхтасы. Денсаулық. Ал мынау Абдулашим Мұқабылы деген осында демалып жатқан ел-зайыптылар. Мынау Ләззат. Ал өздеріңіздің әсерлеріңізді айтсаңыздар осыдан алған. Денсаулық санаторийі сіздерге ұнап жатыр ма? Бұлай енді денсаулық санаторийі асып бара жатқан ештеңе жоқ. Бұл жердің ауасы, орналасқан орны жақсы екен, күшті. Жан жағын бәрі терек, тал, не алдық, жеміс-жидек өсіп тұрған. Тамақтары жақсы, 5 рет тамақ береді жақсы. Бассейн. Мен табақ сетіп тұрам. Бар ба? Міне. Ұйқыдан кіріп кетпесін. Ана басыңа өрлеп баратыр. Ата құлағына кіріп кетейін.